Бисмиллах, баршаңызға сәлем. Бүгінгі шығарылым өте қызықты болмақ, себебі бүгінгі шығарылымда сетевой бизнес күмәнді ме деген сұрақтарға жауап аласыздар. Жалпы бүгінде біз желілік бизнесті адамдардың көбі сенімсіздікпен қарайды, сіздің ойыңызда да сұрақтар болуы мүмкін, бұл қалай болады деген сияқты. Тіпті бұл видеоның соңында желілік бизнеске деген көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін. Жалпы сетевой бизнесте кездесетін мифтар мен шындықтарды бөлісетін боламын. Ары қарай өздеріңіз шешім шығарып қорытынды жасайсыздар деген ниеттемін. Жалпы бұл желілік маркетингті, сетевой бизнесті көбісі пирамида деп жатады. Ол миф деп айтатын едім. Желілік маркетинг пен қаржылай пирамида бір деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Желілік бизнесте белгілі бір өнімдері болады да, яғни адамдар өнім сатып алып барып осы компанияға тіркеледі. Ал қаржы пирамидасында ешқандай өнім болмайды. Ол жерде тек қана астына адам тіркеу, адам әкелу. Енді бұл саладан мен өзімнің тәжірибем бар, себебі 2018 жылдары мен қаржы пирамидасына алданғанмын. Қайда алданбадық? Енді бұл шынымды айтсам, бір Ақжол деген компанияға алдандым. Одан кейін Грант Ломбард Ақжолға алдандым. Ол кезде 10 мың адам командама кіріп кеткен болатын Қазақстан бойынша. Мен сонда өте мықты потенциалымды сол жаққа жұмсап жүргем да. Ал енді одан кейін 2018-дерде мен Қытай мен 1688 сайтымен кәсіп жасайтын болдым да, үйде декретте отырған адам ғой, енді товар әкеліп сатып, ақшамды жинадым да, сол ақшамен бізден де атыраулықтар білетін шығар, мұрагерден бутик алып, детский одежда магазин ашып жатқан жерден 3 миллион 600 ақшамды Грант Ломбард, 24 Ломбард деген пирамидалар шыққан кезде сондайға апарып салып жіберем ғой. Сөйтіп алданған кездерім болған. Яғни қаржы пирамидасы дегеніміз, бұл сіз тек қана ақша саласыз, артыңыздан адам апарсаңыз ақша табасыз, артыңыздан адам апармасаңыз ақша таппайсыз. Ал желілік бизнесте, сетевой маркетингте ондай жоқ. Бұл заңды бизнес ретінде жұмыс жасайтын компания деп айтсақ та болады. Енді көбісі сетевой десе оңай әрі жылдам байлық деп елестетеді да көз алдарына. Бұл да миф деп айтатын едім, себебі табыс тек қана еңбекпен келеді. Қай жерде де ешкім тез әрі жеңіл ақшаға уәде етпейді. Себебі бұл сетевой бизнес деген көбісі айтып жатыр, ойбай, тегін тіркейміз. Тегін тіркелерсің, окей, тіркелу тегін, бірақ сен бәрібір сол компанияда ақша алу үшін, сол компанияда жүру үшін, сол компанияда бір белгілі бір статусты жабу үшін белгілі бір балл жасайсың да. Сол үшін белгілі бір өнім сатып алып тұтынушы болу керексің. Сен ешқандай өнім сатып алмай, сен ешқандай компанияға тұтынушы болмай, сен просто адамдарды әкеліп, олардың арқасынан ақша табам деген нәрсе жоқ. Поэтому бұл да миф деп айтатын едім. Желілік бизнес әрекетсіз табыс көзі деген миф деп айтатын едім. Яғни әрекетсіз табыс көзі дегенімізде бұл ешқандай әрекет етпей сетевойға кірдің, ақша табасың деген өтірік. Енді қазір көбісі мен сенің астыңа адам жазып берем, ойбай сен күшті байып кетесің деп алдаса, сенбеңіздер. Бұл табысқа жету үшін белсенді әрекет ету керексің, күш салу керексің дегенді білдіреді. Енді жеңіл табыс еш жерде жоқ қой, алданбаңыздаршы. Желілік бизнесқа кірдің ба, сен өзің постоянно өнім алып отыр, ешкімді шақырмасаң да кемі оның өнімін қолдану керексің. Сен оның өнімін қолданғаның үшін компания саған белгілі бір бонустарды, белгілі бір табыстарды төлейтін болады. Ал енді мынандай дүние бар. Ой, ең басында кіріп алу керек, басында кіргендер ғана тіркеледі, сетевой бизнесқа, ол да миф деп айтатын едім. Неге? Себебі бұл жерде табыс сіздің әрекетіңізге байланысты, ол қашан кіргеніңізге байланысты емес. Мүмкін мен енді өзім математик болғаннан кейін да, өзім маркетингті өте жақсы білгеннен кейін, мен всегда мен 2018 жылдарыма пирамидаға алдандым. Одан кейін мен NL деген компанияда жасағам. Алматыға кеткенде қалды бәрі. Бірақ NL-да мен өте қиын статустар жаба алмай сөйткем ғой. Стар деген статусқа жете алмай кеттім сол күйі. Ол стар деген ең төменгі квалификация былайша айтқанда. Содан кейін мен ешқандай сетевой бизнесқа кірмегем. Хотя менің тәжірибем бар, маркетингті білем, команда құра алам, қабілетім бар, түсіндіре алам. Неге? Себебі көптеген бірінші сетевой бизнесқа кірер кезде маркетингті қарап алыңыздар. Мысалға, сіз 2 ножкамен жұмыс жасайсыз ба, 3 ножкамен жұмыс жасайсыз ба, 5 ножкамен жұмыс жасайсыз ба деген сияқты. Мен қазір өзім сетевой бизнесімді жасап жатырған классикалық маркетинг. Классикалық маркетинг дегенім, сен
жан жақты адамдарда тіркей білген мүмкіндігің бар. Және сенің артынан келген адамдар сенің жоғарыңа шығып кетуге мүмкіндігі бар. Кім қалай жұмыс жасайды, солай қарымтасын алады да. Бұл өте жақсы маркетинг деп айтатын едім. Одан кейін сетевиктерге жалпы адамдар бүйтіп қарайды да біртүрліше. Көбісі қорқады, туыстарыңа өнімді мәжбүрлеп сатасың деп. Бұл да миф. Неге? Себебі сен шын мәнінде ешкімді мәжбүрлемейсіз. Сіз просто өзіңіз аласыз, өзіңіз тұтынасыз. Мысалға, оксид чай бар, тыныс жолдарын ашады, жөтелді кетіреді. Мен өзім пайдаландым. Гүлжанат алып көрші деп мен сестрама ұсындым. Сестрам балдар ауырған кезде ішкізді, жөтелдері басылды. Яғни сіздің мақсатыңыз өзіңіз қолдану, тұтыну, өзіңіз көрген нәтижемен бөлісу ғана. Ал енді алуды, алмауды, компания қосылу, қосылмауды оны клиент шешетін болады. Одан кейін барлығы қосылып, сетевой бизнестер толып, нар толып кетеді дегенде миф. Бұл енді таяз ойлау деп те айтатын едім. Неге? Себебі жаңа клиенттер, жаңа серіктестер, жаңа дүниеге келіп жатқан адамдар, енді 20 миллион халық бар болсақ, 10 миллион халық бар да, оның 5 миллион сетевой дегеннің өзінде 5 миллион халық әлі кірген жоқ. Одан бөлек, егер сетевой бизнестің өнімі жақсы болатын болса, ол жерде тұрақты всегда жасайтын адамдар болады. Неге? Себебі, мысалға, сен шай ішесің, шайың бітіп қала береді, ыдыс жуасың, ыдыс жуатының бітіп қала береді, кір жуасың, кір жуатының порошогың бітіп қала береді. Яғни, всегда айналыста тұрады да. Одан кейін желілік маркетинг жұмыс істемейді деген тоже миф. Неге? Себебі көбісі айтады, сетевой бизнеста деген миллиондар табу мүмкін емес, ол тек қана басында кіріп алғандар, немесе аудиториясы бар блогерлер деген сияқты. Жоқ, кәдімгі сетевой бизнесте өте жақсы табысты декреттегі аналар көп. Декретте отырып сетевой бизнес арқылы көтерілгендер көп. Ең бастысы бұл жақта әрекет қой. Шын айтқанда, сетевой бизнес жасағыларыңыз келсе, сетевой бизнесте бар жандар болса, мен өзім келінімде Қазақстанда Essence компаниясының кәдімгі номер 1 директор, Gold, Platinum басын бәрін жауып тастаған ғой. Олар қалай жұмыс жасайды? Жалпы сетевиктерге кеңесім, сетевик болғысы келетіндерге кеңесім, сен өнімді тұрақты ал, өзің қолдан, өзің тұрақты соның нәтижесімен бөліс. Және командамен жұмыс жаса. Болды, сол кезде әрекет етуді ұмытпаған адам сетевой бизнесте жақсы табыс таба алады. Бәленбай миллиондар табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Желілік маркетингпен ешкім байымайды деген бар, ол да миф. Енді мен өзім де жақсы табыс тауып отырмын. Қазіргі таңда енді жаңадан ашылған компания болса да өте жақсы табыс тауып отырмын. Мен сол кезде НЛ-да жауап алмаған статусымның 3 есесін бірінші айда жауып тастағам, тіркелген айда. Жалпы желілік бизнесте миллионер болып кетіп жатқан адамдар бар, миллиардер болып кетіп жатқан жандар бар. Табыстың көзі сіздің еңбегіңізге байланысты деп қайталап айтамын. Яғни сіз қандай сетевойға кірмесеңіз де өзіңіздің әрекетіңізге қарай қарымтасын аласыз. Ол көбісі мынандай болады да, менің деген наставнигім дұрыс емес, анау дұрыс емес, командам дұрыс емес. Жоқ, сен ешкімге қарама. Не наставникке де қарама, не командаға да қарама. Ешкімге зависимы болма. Өзіңнің просто әрекеттеріңді тоқтатпа. Тек қана сатушылар ғана табысқа жетеді дейді, ол да миф. Товар саты біреуді тіркеп жабыспа. Ол үшін сен сатпас үшін просто тұрақты өзің іште сонымен бөліс, және де әр қашан адамдармен шынайы кеңес беріп отыр. Оған керек емес дүниені ұсынба. Және де бірден командыңа тіркеп, астыға тіркеп, менің командама қосыл деуге асықпа. Бірінші өнімді пайдаланып көрсін, өнім оған ұнасын, өнімді 1-2 рет алсын, содан кейін барып қана сен оған бәрібір менен чай алып отырсың, ыдыс жуатын алып отырсың, кір жуатын алып отырсың, сен лучше өзің тіркелсейші. Сен тіркелсең, сен осы товарларға салған ақшаңа сен өзің бонусыңды аласың. Оған керден товарды алуға мүмкіндігің бар деген сияқты түсіндіресіздер. Яғни тек қана сатушылар ғана табысқа жетпейді бұл жерде. Осылай нақты дұрыс ақпарат бере алған адамдар да табысқа жетеді. Одан бөлек желілік бизнес шынайы бизнес емес деген бар. Енді желілік сетевой маркетингті бұл заңды жұмыс жасайтын ресми түрде тіркелген бизнес деп айтамын мен.
Бірақ оны тексеру керексіздер. Кез келген компанияға барып кіріп алып, ертең Гүлзік айтты, бұл сетевой деген дұрыс екен деп жүрмеңіздер, оны тексеру керексіздер. Әлемде осындай сетевой бизнеспен табысты болып жатырған миллиардерлер өте көп. Кәдімгі осындай жақсы бір компанияларды көтеріп, компанияларды танымал қылып жүрген жандар өте көп та. Сіз білетін шығарсыздар енді. Одан кейін мынандай миф бар, өнімдер өте қымбат. Жоқ, сетевой компанияның өнімдері керісінше қолжетімді болады. Ал егер бағасы сіз үшін жоғары болып жатса, демек оның құндылығы да соған сай деген сөз да. Дәл осы дүниені шатастырып алмауымыз керек. Әрқашан сапаға көңіл бөледі сетевой компания, және өнімдер сертификатталған, тексерілген болады. Мысалға, біздің компанияның өнімдері халал өнімдер. Сізде өзіңіздің компанияңыздың өнімдерінің халал еместігіне көз жеткізіңіз. Жалпы өнімдердің сертификаты бар ма, жоқ па, лицензиясы бар ма, барлығын қараңыз. Сонда ғана сіз өзіңіздің компанияңызбен таныс болатын боласыз. Одан кейін мынандай да мифтар бар. Сетевой бизнес тегін тез жабылып қалады, оның болашағы жоқ, көресің 5 ай, 6 ай деген сияқты. Енді шынымен де тұрақсыз компаниялар болды, мен өзімде көрдім, бірақ нарықта қаншама жылдан бері келе жатырған сетевой бизнестер бар. Қаншама компаниялар бар, я. Мен енді өзім жаңадан ашылған қазақстандық компанияға тіркелдім, бірақ өзім шешім болды. Егер ол компания жабылып қалса, окей, мен дайынмын ол компаниямен бірге жабылуға. Ал егер ол компания жоғарыласа, мен дайынмын өсуге. Керісінше сол компанияның өсуіне, сол компания аяққа тұрып кетуіне, сол компанияның жұмыс жасап кетуіне бар күшім саламын деп өз шешіміммен кірдім. Былайша айтқанда взрослый позицияны ұстандым. Одан бөлек сетевой бизнес секта дегендер де болады. Бұл да миф. Себебі көбісі айтады, сектаға ұқсайды ғой, сен адам жинайсың, солар бір темада жүресің деген сияқты. Бірақ бұл сетевой бизнес ортақ мақсатпен біріккен адамдардың кәсіби қоғамдастығы деп айтамын. Неге? Себебі дәл осы сетевой бизнес мені сатуға үйретті. Дәл осы сетевой бизнес мені камерадан қорықпай сөйлеуге үйретті. Дәл осы сетевой бизнес мені адамдармен қарым-қатынасқа үйретті. Енді ең алғаш 2016-2017 жылдары мен блогер емеспін, менің оқырманым жоқ, мен танымал емеспін деген сияқты. Сол үшін бұл жақта маған 100 отказ техникасын берген ең алғаш наставнигім. Яғни 100 адамға бір товар туралы ақпарат бер дейді ғой. Ой, енді сен екі оңған жерде қалай ойнайды. Сол үшін бұл сетевой бизнес секта емес. Ал енді күмәнданған адамдарға қалай сөйлесу керек? Көбісі ойлайды, харам ба, товарлар қалай, табы нәрсе деген сияқты. Ондай жандармен сабырмен сөйлесу керек. Өнімдерін өзінің тұрақты қолданып, мен айтқан мифтарды көрсетіп, бөлісіп, байыппен түсіндіру керек. Мүмкін бір ай, мүмкін бір жылдан кейін оның өзгереді, көзқарасы өзгереді. Сол кезде мүмкін ол адаммен жұмыс жасай алуыңыз мүмкін. Бірақ ни в коем случае ешқашан біреуді бір тіркеп алуға, біреуді өнімді пихать етіп жүруге, біреуді өзіңе жазып алуға, қонаққа барғанда айтып, бір сүйкімсіз болып, анда жүргенде айтып, үйге шақырып алып айтудың қажеті жоқ. Сол кезде қателік кеткен сізден. Сол кезде сіз сетевой бизнеске деген адамдардың көзқарасын өзгертуге түрткі болып жатырсыз деген сөз. Осындай әрекеттерден аулақ болыңыздар. Енді мен бүгін барымша өзімнің тәжірибемнен көрген мифтермен бөлісуге тырыстым. Нақты ақпараттар беруге тырыстым, талдадым. Енді бұл салаға ашық көзқараспен қараңыз деп тілегім келеді осы сетевой бизнесқа. Ал егер бұл саланы ұнатпайтын болсаңыз, бұл салаға келуге ойыңыз жоқ болса, мен сіздің пікіріңізді құрметтеймін. Демек, дұрыс. Мен де осы 6-7 жыл бойына ешқандай сетевойға кірмегем. Сетевойға деген көзқарасын түзу, бірақ жасауға деген желанием болмаған. Шынымды айтайын, жалпы сетевойға кіргіңіз келсе, немесе сетевойда уже бар болсаңыз, фактілерін тексеріңіз, товарларын тексеріңіз, кіретін кезде дұрыс шешім қабылдаңыз дегім келеді. Сетевой бизнестен қорқудың қажеті жоқ. Тек қана өзіңіздің шешіміңіз бар болса, өніміңіз әрқашан сол өнімді алып отыруға дайын болатын болсаң, онда ешқандай проблема жоқ. Сетевой бизнес жасауға сізде үлкен мүмкіндік бар. Енді мен бұл тәжірибенің барлығын тегін бөлісіп жатқаннан кейін сіздерден сұрайтыным, менің каналыма тіркелу, лайк басу және комментарий жазу. Тіпті ұнаған жерлерін, атрибуттарын қиып алып, тиктокқа, рилсқа, сторисқа бөліссеңіздер, Коингүлзок деген аккаунтымда отметка жасасаңыздар, мен қуанып қалатын едім. Баршаңызға сәттілік. Келесі жолы қандай тәжірибемен бөліскенімді қалайсыздар, қандай сіздерге білім бергенімді қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер.